Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 2022-нің сәні болған хрусталь тастарынан жасалған сумканы бірге жасайтын боламыз. Бұл сумканың ішіне күнделікті қажетті заттарымыздың барлығы сыйып кетеді. Сумкамызды қыздар 8 мм хрусталь тастарынан жасайтын боламыз. Бұнда қыздар 10 мм-ге қарағанда көп тас қолданатын боламыз, бірақ орталары тығыз орналасатын болады. Сіздер үшін арнайы магазинге барып, қазіргі сәндегі түстерін түсіріп алған болатынмын, және бұдан басқа да өзге де түстер көп, өзіңізге ұнаған түстен жасасаңыздар болады. Мен қара түсті хрусталь тасын таңдаған болатынмын, және осындай леска қолданатын боламыз. Міндетті түрде 0,5 мм-лігін алыңыздар. Және осындай 2 кольца қажет болады. Қайшымыз круглогубцами және осындай цебін бөлек сатып аласыздар қыздар. Ең алдымен өзімізге ыңғайлы етіп лескімізді қиып алатын боламыз. 2 лескіміздің шетін бірдей қылып ұстап, бір жағына 4 хрусталь тасымызды өткізетін боламыз. Енді хрусталь тастарымызды лескіміздің қақ ортасына осылай мен көрсетіп тұрғандай қолға іліп ұстап аласыздар. Сол жағымыздағы лескімізді алып, бір моншақтан кері қарай өткізетін боламыз. Бұл бізде крючок деп аталады. Біз бұл жерде крючок жасап алатын боламыз. Енді оң жағымыздағы лескімізді осы крючоктың ортасынан өткізетін боламыз. 2 лескімізді екі жаққа бар күшімізбен тартып, біздің крючогымызды ортадағы хрусталиктің ішіне кіргізіп жіберетін боламыз. Қыздар, бізде крючок бір жағында қалып қоймасын. Егер қалып қоятын болса, сіздердің хрусталиктеріңіз қисық болып тұрады. Енді екінші қатарда өткізетін боламыз. Ол үшін біз сол жақтағы лескімізге 2 моншақ өткізіп, соңғы өткізген моншағымызға кері қарай крючок жасайтын боламыз. Бұл кері қарай өткізіп, крючогымызды ұстап қалатын боламыз. Бұл бізде тізбекті мықты ұстау үшін қажет, қыздар, крючок. Біз бірінші қатарды түгелдей крючокпен тігетін боламыз. Ал оң жағымыздағы лескімізге бір моншақты өткізіп алып, оны крючогымыздың ортасынан өткізетін боламыз. 2 лескімізді екі жаққа тартып, дәл жаңағыдай хрусталигіміздің ішіне крючогымызды қалдыратын боламыз. Бұл бізде қыздар уже екінші қатар. Осылайша біз 16 қатар жасайтын боламыз, ал 17-ші қатарда біз жоғарғы бөлікке бұрылатын боламыз. Дәл осылай қыздар 16-ші қатарға шейін жалғастыра береміз. Сол жағымызға 2 моншақ және крючок, ал оң жағымызға 1 моншақ және осы крючоктан өткізіп екі жаққа тартамыз. Міне қыздар, біздерде 16 қатар дайын болды. Енді 17-ші қатарымызда оң жағымыздағы лескімізге 3 хрусталь тасымызды өткізіп алатын боламыз.
үшінші тасымызға қыздар крючок жасайтын боламыз. Ал сол жағымыздағы лескамызға ешқандай моншақ өткізбей, осы крючоктың ортасынан өткізіп, екі жаққа қарай тартатын боламыз. Сонда біздер жоғарғы қатарға шығатын боламыз. Лескіміз жоғарғы қатарға шықты қыздар. Енді лескіміздің оң жағын алып, оған 3 моншақты өткізетін боламыз. Бұл екінші қатардың басы болып саналады. Бұл жағымызға да қыздар крючок жасайтын боламыз. Соңғы моншағымыздан кері қарай өткізіп, крючок жасап алатын боламыз. Ал екінші лескімізді осы крючоктан өткізетін боламыз. Сонда біз екінші қатардың жанына түсетін боламыз. Енді төменгі жағымыздағы лескімізді келесі қатардың моншағынан өткізіп алатын боламыз. Төменгі жақтағы лескімізді. Ал жоғарғы жақтағы лескімізға 2 моншақты өткізіп алатын боламыз. Қыздар, енді бұл жерде біз крючок жасамаймыз. Жаңағы соңғы моншағымыздан кері қарай екінші лескімізді өткізетін боламыз. Және екі жаққа тартатын боламыз. Бұл жерде бізде крючок болмағандықтан мықтылық болмайды. Сондықтан осылай қысып ұстау арқылы екінші тізбекті жайлап өткізе беретін боласыздар. Қыздар, енді үшінші қатарды да крючок салмай, дәл жаңағыдай жасайтын боламыз. Біздер моншақты жоғарғы жақтағы лескіға салатын боламыз, ал төменгі жақтағы лескімізді төмендегі келесі қатардың моншағынан өткізіп алатын боламыз. Бізде бір тізбекте 4 моншақ болады, сондықтан төменде 2 моншақ сізде өтіп тұр, ал жоғарғы жақтан 2 моншақты өзіңіз қосатын боласыз. Қыздар, бірінші қатарда жаңа бізде крючок болды, одан кейін 4 қатар крючоксыз өткізіп алдық. Енді бізде бұл 6-шы қатарды біз крючок салатын боламыз. Бір жағымызға жаңағыдай 2 моншақты өткізіп аламыз. Екінші моншағымыздан кері қарай крючок жасайтын боламыз. Ал төменгі бөлігімізді келесі тасымыздан өткізіп қоятын боламыз. Енді бұл жерде қыздар біздің лескіміз бітіп жатыр, сондықтан біз лескі алып алатын боламыз. Бұл бізде 8 мм хрусталь тасы болғандықтан, сіздер крючок салғаннан кейін жаңа лескі өткізе алмайсыздар. Сондықтан ең бірінші крючокты тартпас бұрын осылай жаңа лескімізді өткізіп алатын боламыз. Крючок өткен моншаққа лескімізді өткізіп бірдей қылып аламыз. Одан кейін крючогымызды жаңа екінші лескімізді крючоктың ортасынан өткізетін боламыз. Және екі жаққа мықтап тартып, крючогымызды хрусталиктің ортасында қалдыратын боламыз. Ары қарай қыздар жаңа лескімен жалғастырып кететін боламыз. Алдына қалған қысқа лескілерімізді артқа қарай өткізіп, қайшымен қиып тастайтын боламыз. Мен бұл жерде тастап кеттім. Соннан екінші қатар көтерген кезде қиып тастаған болатынмын. Сіздер қазір қиып тастасаңыздар болады, немесе соңғы жағында қиып тастасаңыздар болады. Қыздар, лескілеріміз осылай бітіп қалатын болса, ортаңғы жақтан ғана қосқандарыңыз жөн. Өйткені шет жақтан қоссаңыздар, біз сумка жасар кезде келесі лескіні өткізе алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан осындай ортасына келгенде тоқтатып, жаңа лескіні осылай қосатын боласыздар. Ары қарай қыздар, біздер крючок салмай жалғастыратын боламыз.
қыздар, тағы да 4-5 қатар крючоксыз тоқығаннан кейін 5-ші қатарда біз қайтадан крючок салатын боламыз. Сонда жаңағы 5 қатарыңызды осы крючок ұстап тұратын болады. Қыздар, бұл жерде сіздерге барлық жерді крючокпен үйреткім келген болатын, бірақ 8 мм хрусталь тасынан крючок өтуі қиын және өте көп тас қажет болғандықтан мен өзім бірінші тоқып көрген болатынмын. Одан қолыңызды ауыртып тастайды біріншіден. Одан кейін менің сумка тоқудан тауым қайтып қалған болатын. Сондықтан осы тәсілді үйреніп алдым. Сосын сіздерге осы тәсілмен бөлісіп жатырмын. Бұлай сіздерге оңай болады сумка тоқу. Сондықтан мен көрсетіп жатқандай етіп тоқсаңыздар өздеріңізге жеңіл болмақ. Міне қыздар, 17 қатардың ішінде 2 крючок салған болатынбыз. Бізге сол жеткілікті болады. Және басында салдық крючокты. Және осы 17-ші қатарды аяқтаған кезде қазір крючокпен аяқтайтын боламыз. Сонда қыздар, бір қатарда 4 крючокпен тоқитын боламыз. Қалған жерді жаңағыдай жай ғана тізбекпен өтетін боламыз. Енді қыздар, 17-ші қатарда не істейміз? Біз лескамызды жаңағы төмендегі тасымыздан өткізіп алатын боламыз. Бер жақтағы төмендегі лескамызды. Және осы жаққа біз деген 2 хрусталь тасын салатын боламыз. Шатаспаңыздар қыздар, енді бұл жерде жоғарғы жаққа салмаймыз, осы төменгі жаққа салатын боламыз. Және одан крючок жасайтын боламыз. Ал жоғарғы жақтағы лескамызды осы крючоктың ортасынан өткізетін боламыз. Міне 2 лескамызда жоғарыға қарай шықты. Енді біз шет жағымыздағы лескамызға 3 моншақты өткізетін боламыз. Және 3-ші моншағымыздың шетіне крючок жасап, ал 2-ші жақтағы лескамызды сол крючоктан өткізіп, 2 жақ қарай тартып, біз 3-ші қатарға қарай уже шығатын боламыз. Енді қыздар, 2-ші қатардан бастап 10-ші қатарға шейін осылай арасына крючок салып тоқитын боламыз. Қыздар, міне ары қарай осы таблица бойынша тоқитын боласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Егер қиын болып жатса, маған комментарияда сұрақ қойсаңыздар болады. Әрдайым жауап беруге әзірмін. Міне қыздар, ұзындығы 25 қатардан тұратын, ал ені 17 қатардан тұратын біздің сумкамыздың бөлігі дайын болды. Енді біз 2 жанын жасайтын боламыз. Қыздар, мен сіздерге жаңа таблицада көрсеткен 11-ші қатардан 15-ші қатарға шейін крючок деген жерім бұл астыңғы бөлігі болатын. Мен бұл жерде крючокпен тікпеген едім. Сондықтан менікі слишком жұмсақ болып кетті. Ал сіздерге өзімнің қателігімді қайталамасын деп сіздерге таблица жасап қойдым. Сол таблица бойынша орындасаңыздар, астыңғы бөлігі қатты болып, сіздерде бөлініп тұратын болады. Енді қыздар, біздер жанындағы бөлігін жасайтын боламыз. Біз 11-ші тасқа өткізіп алдық және жанына көтеру үшін 10-шы тасымыздан жилкамызды өткізетін боламыз. Қыздар, жилканы слишком ұзын алмаймыз, өйткені жилкаларыңыз бір-біріне байланып қалатын болады. Сондықтан жұмыс істеуге ыңғайлы көлемде алғандарыңыз дұрыс. Енді қыздар, оң жақ бөлігіміздегі лескамызға 2 хрусталь тасын өткізіп алатын боламыз. Және екіншісінен крючок жасайтын боламыз. Осы крючогымыздан
екінші бөліктегі лескімізді өткізіп, мықтап тартып, крючогымызды хрусталигіміздің ортасында қалатындай етіп мықтап тартатын боламыз. Бұл бізде уже жаны көтеріліп жатыр. Қыздар, бізде әрбір тізбек 4 тастан тұратын болады. Егер сіздерде 5 тас болса, значит сіз бір жерде артық тас салып жібердіңіз. Сондықтан барлық жерде 4 тас болуына мұқият болыңыздар. Төменгі бөлігіміздегі лескімізді 12-ші тасымыздан өткізетін боламыз. Ал жоғарғы бөлігімізге 2 хрусталь тасын салып, 2-ші хрусталь тасымыздан крючок жасайтын боламыз, және сол крючоктан 2-ші лескімізді өткізетін боламыз. Осылай 14-ші қатарға шейін жалғастыратын боламыз. Қыздар, мен сіздерге видеоға түсірген кезде жанында 16 қатар жасаған болатынмын. 17 қатар жасауымның себебі өйткені телефон сыймайтын болды, сондықтан бір қатар қосып жібердім. Неге енді видеода 16 қатар демеңіздер, сіздер міндетті түрде 17 қатар аласыздар. Міне қыздар, 4 қатарын осылай тізіп болдық. Енді бізде 5-ші қатарды жасайтын боламыз. Ол үшін төменгі жақтағы лескімізді 15-ші тасымыздан өткізетін боламыз. 15-ші қатардан кейін қыздар сол лескімізді 16-ші қатардан да өткізетін боламыз. Сонда біздің төмендегі лескіміз 2 хрусталь тасынан өтетін болады. Енді бір жақ лескімізді алып, оған 1 хрусталь тасын өткізетін боламыз, және сол жаққа крючок жасайтын боламыз. Осы крючогымыздан 2-ші лескімізді өткізіп, мықтылап тартатын боламыз. Сонда бізде 1-ші қатар бітетін болады. Міне қыздар, осылай көтере беретін боламыз. Біз 9 қатарға шейін осылай крючок салып тоқитын боламыз. Енді сол жақ бөлігіміздегі лескімізді алып, 17-ші хрусталь тасымыздан өткізетін боламыз, 17-ші қатарымыздан. Одан кейін дәл сол жағына 2 хрусталь тасын өткіземіз. Екіншісіне міндетті түрде крючогымызды жасайтын боламыз, және осы крючоктан 2-ші лескімізді өткізіп тартатын боламыз. Сол кезде бізде 2-ші қатар басталатын болады. Қыздар, түсінбей атсаңыздар, осы жерде айта кетейін, 25 қатардың 2 жағындағы 10 қатары бұл 2 жаны, ал ортасындағы 5 қатары бұл астыңғы бөлігі. Бұл жердегіде жаңағыдай қайталайтын боламыз, бірақ керісінше бағытта жүретін боламыз. Төменгі жағымыздағы лескімізді төменгі жағымыздағы моншағымыздан өткізіп аламыз, 14-ші моншағымыздан. Одан кейін жоғарғы бөлігімізге 2 хрусталь тасын салып, оған крючок жасап, 2-ші бөлігін сол крючоктан өткізіп тартатын боламыз. Енді қыздар, біздер осы жағының да шеткі жағына келген болатынбыз. Бұнда да жаңағы төменгі тасымыздан өтіп, және жоғары қарай тағы бір тасымыздан өтетін боламыз. Енді жилкамыздың бір жағына бір хрусталик тасын салатын боламыз, және оған крючок өткізіп тартып осы қатарымызды аяқтайтын боламыз. Жанын тоқығанда қыздар, тек осы шеткі жағында бір хрусталь тасын саласыз, ал жанына қарай жүрген кезде 2 хрусталь тасын салып отыратын боласыздар.
Енді жаңа қатарды көтеру үшін жанындағы бір хрусталь тасынан өтіп алып, және үстіне 2 хрусталь тасын өткізіп, осы бөлікке крючок салып, ары қарай тартып, тоқи беретін боламыз. Міне қыздар, 8 қатарды да крючокпен осылай тоқып шығасыздар. 9 қатарды да дәл солай крючокпен тігетін боламыз. Ал 10 қатарда тек ортаңғы бөлігіне ғана крючок салатын боламыз. Тоғызыншы қатарымызды міне осылай крючок беріп аяқтайтын боламыз. Енді 10-шы бөлігімізді жоғарғы тасымызға осылай өткізіп аламыз. Шет жағымыздағы лескімізді және жоғарғы бөлігіне 2 хрусталь тасын салатын боламыз. Соңғы кірген хрусталь тасына қарама қарсы екінші лескімізді өткізіп, жай ғана тартатын боламыз. Төменгі жағын келесі хрусталь тасымыздан өткізіп, жоғарғы жағымызға тағы да 2 хрусталь тасын өткізіп, дәл жаңағыдай етіп, жай ғана өткізетін боламыз кері қарай. Келесі 3-ші қатарымызда төменгі хрусталіміздан осылай өтіп аламыз. Жоғарғы жақтағы бөлігімізге 2 хрусталь саламыз. Бірақ бұл жерде біздер крючок жасайтын боламыз. Осы ортасындағы 3-ші тасқа крючок жасаймыз. Енді қыздар 4-ші қатарымызды да жаңағыдай жай ғана өтетін боламыз. 5-ші қатарымызда қыздар сәл өзгерек болады. Бұнда да жаңағыдай төменгі бөлігімізден ең бірінші өтіп аламыз. Екінші жағымызға тек 1 хрусталь тасын салатын боламыз. Бізде бұл шеті болғандықтан, және ең шеткі бөлігіндегі хрусталь тасынан жаңағы хрусталь салған жылкымызды кері қарай өткізетін боламыз. Және сол жылкымызды қайтадан сол тастан кері қарай өткізу арқылы біз сол тастың жанынан крючок жасайтын боламыз. Ол крючокқа мына төменгі жағымыздағы жылкымызды өткізіп, жаңағы крючогымызды сол хрустальдың ішіне салып жіберетін боламыз. Осылайша қыздар, біздің сумкамыздың жанындағы бөлігі бітетін болады. Енді бұл жылқыларды не істейміз? Бұл жылқыларды артқа немесе алғы жаққа, егер сіздерде крючок өтпеген болса, тастарыңызда сол жерлерден өткізіп жібересіздер, және шеткі жағын түйіншіктеп қиып тастасаңыздар болады. Міне қыздар, жаны дайын болды. Енді ұстайтын жерін жасайтын боламыз. Енді қыздар, біздер өзімізге ыңғайлы көлемде лескі қиып алатын боламыз. Бір шетін лескінің алып, біздер мұқият қараңыздар, осы жерде
біздерде жаны 5 қатардан тұрады қыздар. Ортаңғы біз 3 қатар бар ғой. Сол 3 қатарды моншақты қозғамаймыз. Оның астындағы 3 қатардағы моншақтан лескімізді өткізіп шығатын боламыз. Енді 2 лескімізді бір-біріне бірдей қылып тартып алатын боламыз. Одан кейін бір жақ лескімізға қыздар бір хрусталь тасын салатын боламыз. Және сол бөлігімізден крючок жасайтын боламыз артқа қарай. Одан кейін қыздар осыны ұстап тұрып, біз жаңағы кольцемізді осы жерде салып жіберетін боламыз. Себебі бізде 8 миллиметрлік хрусталь тасымыздан бұл кольце өте алмайды екен, сондықтан өзіміз орналастырып жіберетін боламыз. Осы бөлігімізді мұқият тартып, крючогымызбен қысып қоятын боламыз. Қыздар, біз осы жерде мұқият қараңыздар. Енді жанынан санағанда бірінші тастан кейінгі хрусталь тасымыздан жылкымызды жоғары қарай өткізетін боламыз. Бұл жерде мана сіздерге крючокпен тоқымаймыз деп айтқан болатын 10-шы қатарды. Крючокпен тоқсаңыздар, осы жылқы жоғары қарай өте алмай қалатын болады. Екі жағынан да қыздар осы екінші тасымыздан жылқымызды жоғарғы қарай өткізіп алатын боламыз. Енді қыздар, оң жағымыздағы лескімізге бір хрусталь тасын өткізетін боламыз. Және артқа қарай крючок жасаймыз. Және осы крючогымызды біздің кольцеміздің ортасынан өткізетін боламыз. Сол кезде біздің 2 хрусталь тасы осы кольцемізді ұстап тұратын болады. Міне қыздар, кольцеміздің ішкі жағы 4 тасты тізбектен тұр. Оның екеуімен біз осы кольцемізді бекіткен болатынбыз. Енді жоғарыға қарай сумкамыздың ұстайтын жерін тоқып бастайтын боламыз. Кольцеміздің жоғарғы бөлігінде де 4 тастан тұр. Бір тасы бұл кольценің астында тұр. Енді біз бұл кольцеден шығып кету үшін жоғарғы жағына жаңа тізбек құратын боламыз. Ол үшін оң жақ бөлігіміздегі лескімізға 3 бірдей хрусталь тасын өткізетін боламыз және ең соңғысына крючок жасайтын боламыз. Қыздар, енді екінші лескімізді осы крючоктың ортасынан өткізетін боламыз. Бұл крючок бізде кольцеміздің жоғарғы жағынан өтетін болады. Және екі жаққа лескімізді тартып, крючогымызды хрусталиктің ортасына орналастыратын боламыз. Бізде бұл жаңа қатардың бастамасы. Енді манағы 4 тасты көрсеттім ғой қыздар басында. Сол 4 тасты бойлап осылай жоғарғы қарай көтере беретін боламыз. Енді бізде төменгі жағындағы лескімізді алып, бер жағында тұрған, бергі қатарда тұрған төмендегі тасымыздан өткізетін боламыз. Міне қыздар, төменгі бөлігін осылай өткізетін боламыз. Ал жоғарғы бөлігіне біз 2 хрусталь тасын салатын боламыз. Және екінші хрусталь тасына крючок беретін боламыз. Міне қыздар, біздерде екінші жағы дайын болды. Осылай үшінші жағында жасайтын боламыз. Төртінші жағында біздер лескімізді жоғарғы көтеріп, тек бір моншақпен бітіретін боламыз.
Төртінші жағымызда қыздар соңғы төртінші моншақтан өткіземіз және манағы басында бастаған бірінші қатардың моншағынан өткізетін боламыз хрусталь тасынан. Осылайша бізде бір тізбекте 3 моншақ болады. Содан кейін жоғарғы бөлігіне біздер бір моншақ салатын боламыз. Соңғы бір моншағымызға крючок беріп аяқтайтын боламыз және осы бастан жаңа тізбекті бастайтын боламыз. Енді қыздар осы 4 моншаққа жаңа тізбекті жинайтын боламыз. Ең бірінші осы тұрған моншағымызға бір жағына 3 бірдей хрусталь тасын өткізіп алатын боламыз. Соңғы хрусталь тасымызға осылай крючок салатын боламыз. Осы крючогымыздан екінші лескімізді өткізетін боламыз. Осылайша біздерде жаңа тізбек пайда болды жоғары қарай. Енді осы тізбекті дәл бірінші тізбекті жинағандай жинайтын боламыз. Бұл жерде де қыздар төменгі жағымыздағы лескімізді төменгі тастан өткізіп аламыз. Ал жоғарғы лескімізға 2 хрусталь тасын салатын боламыз. Ең соңғы бөлікте қыздар тек қана бір хрусталик тасын салатын боласыздар. Ал жоғары қарай жаңа қатарды көтерген кезде 3 хрусталик тасын салатын боласыздар. Осыны шатастырып алмаңыздар. Шатасып жатсаңыздар тізбектеріңізге қарайсыздар қыздар. Бір тізбекте сіздерде 4 тас тұру керек. Сіздерде 5 тас немесе 3 тас болып қалса, сіздер біреуін кем немесе артық салып жібергенсіздер. Қыздар, енді сумкамыздың 2 құлағын осындай шамада көтеріп алғаннан кейін енді біз жабатын бөлігін жасайтын боламыз. Ол үшін өзімізге қажетті көлемде біз лескі алып аламыз және лескімізді 2 ұшын бірдей етіп теңестіретін боламыз. Сумкамыздың шетінен 2 тізбектен кейінгі 3-ші тізбектен бастап өткізетін боламыз. Біздер қақпағын қыздар 13 тізбектен жасайтын боламыз. 2 жағында 2-2 тізбектен тастайтын боламыз. Сонда ортада 13 тізбегіміз қалатын болады. Бұл жерде де қыздар, мана басында үйреткенімдей бір жағына
үш бірдей хрусталь тасын салып алатын боласыздар. Одан кейін осы жағына соңғысына крючок салып, оны екінші жағымыздағы лескімізден өткізіп алатын боламыз. Бізде жаңа қатар бастаған кезде үш хрусталь тасымен бастайтын боламыз. Осыдан кейін төменгі бөлігіндегі лескімізді келесі хрусталь тасымыздан өткізетін боламыз. Ал жоғарғы жағына екі хрусталь тасын салып, крючок салатын боламыз. Осылай жалғастыра береміз. Міне қыздар, соңғы бөлігімізде шет жақтағы лескіміздің екі моншақ өткізіп, жоғарыға қарай ауысатын боламыз. Енді жаңа қатарды бастау үшін осы шет жағымыздағы лескімізға үш бірдей хрусталь тасын салатын боламыз. Осылай жүру арқылы қыздар, біздер 5 қатарды тоқып шығатын боламыз. Одан кейінгі 3 қатарда екі жақтан бір-бір тізбектен алып тастап тоқыған болатынмын. Ол жерде тоқып келе жатырған крючогыңызды тоқтатып, жаңа лескі алып, жаңа қатар тоқып, және сол лескіні да қайтадан тоқтатып, жаңа лескі алып, солай тоқыған болатынмын. Себебі бұл лескінмен жаңа қатарды жалғастыру өте қиын, өйткені қысқартқан кезде сіздің лескіңіз басқа жерде қалып қояды екен. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы тәсілмен жасасаңыздар болады. Әркімнің өз қалауы деп ойлаймын. Міне қыздар, осы жерде сіздерге анық көрсетіп жатырмын. Бізде бұлай 13 тізбек және жоғары қарай 5 қатарды түгел 13 тізбек қылып тоқыған болатынмын. Және жоғары қарай мен 11 тізбек қылып, одан кейін тағы екі жағынан екеу алып тастап, 9 тізбек қылып, және одан кейін 7 тізбек қылып тоқыған болатынмын. Осылайша крышкасы осылай менде шыққан болатын. Енді қыздар, жоғарғы бөлігін қалай біріктіру керектігін айтатын боламын. Біздер екі жағына 13 қатардан тоқыған болатынбыз. Сонда ұстайтын жері біздерде 26, және мына ортасында бір қатар қосатын боламыз. 27 қатар болатын болады. Бір жағымыздағы қыздар, төменгі жағымыздағы лескімізға бір моншақты өткізіп алып, жанындағы тізбегімізден өткізетін боламыз. Сонда бізде бір тізбекте қазір
3 моншақ бар. Енді қыздар осының жоғарғы бөлігіне тағы бір моншақ салып, крючок жасап, осыны бекітетін боламыз. Қыздар, мен бұл жерде сіздерге видеоға түсірген кезде қателік жасадым. Себебі мен екі жақтағы лескімді да қалдырып, солармен бітеген болатынмын. Бұл жерде сіздерге сол жағынан қиындық тудыруы мүмкін. Себебі бір лескімен тоқысаңыздар, тек ортада тек 4 моншақты жалғау арқылы тоқитын боласыздар. Міне төменнен алып келатыр қой. Бірінші тізбекті жасадық. Екінші тізбекті осылай екі жағынан өткізіп, осы жерге де тағы бір моншақ қосып, ары қарай тоқып кетесіздер негізі. Қайтадан жаңағы бөлшектің астынан шығатын боласыздар. Мен мына жерде екінші лескіммен жаңа қатарды тоқыған болатынмын. Сіздер бір лескімен тоқи беріңіздер, қыздар. Бір жағыңызда лескіні кіргізіп тастайсыздар, ал екінші жақта лескімізді осылай ортасына бір моншақтан қоса бересіздер. Екі жағын өткізесіздер, ортасына бір моншақ қосасыз. Келесі бөлікке тағы өткізесіздер, ортасына бір моншақ қосасыз. Сонда сіздер 4 моншақ қосу арқылы осы қатарды бекітетін боласыздар. Түсінбесеңіздер, қыздар, маған жекемен шығып сұрасаңыздар болады, мен сіздерге бөлек видео ретінде көрсете аламын. Қыздар, маған бұл жерде 23 ниткі 1492 тас кеткен болатын. Бір сумканы тігу үшін. Бір ниткіда, қыздар, 67 тас болады. Артық лескаларымызды, қыздар, осылай қиып тастайтын боламыз. Біздің крючоктарымыз, моншақтарымызды өздері ұстап қалатын болады. Міне, қыздар, осылайша біздің сумкамыз дайын болды. Екі жағына цебін осылай қондыра салатын боласыздар. Жақын арада сіздерге 10 мм хрусталь тасынан басқа техника бойынша сумка жасап үйрететін боламын. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып жазылуды ұмытпаңыз.